Қайырлы кеш, әріптестер. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Так, менің дауысым естіліп, экран көрініп тұр ма екен? Бүгін математикалық ребустар тақырыбын сіздермен бірге бір сағат көлемінде толығымен талдайтын боламыз. Тек қана математикалық ребустар емес, оның ішінде жұлдызшалы және әріптік ребустар толығымен қараймыз. Және сіздерге ешқандай келесі жолы проблема болмайтындай тақырыпты толығымен түсіндіруге тырысамын. Дайынсыздар ма? Плюс қойып жіберіңіздер. Дайын болсаңыздар сабаққа біз бастап кетейік. Біз жаңа интернетке байланысты кішкентай проблемадан кейін техникалық ақауларға байланысты сәл дауысымыз естілмей қалуы да мүмкін. Маған айтып жіберіп отырыңыздар, иә? Дауыс естілді, естілмеді. Жақсы, әріптестер, алдыңғы сабақтар бойынша үй жұмыстары толығымен шешумен телеграм каналдарға мен саламын. Сол телеграм каналдардан қарап өздеріңізді тексеріп отырсаңыздар болды үй жұмыстары бойынша. Жақсы, бүгін ребустар тақырыбымен толығымен жұмысқа кірісеміз. Так, алдын ала ескертіп қояйын, тура осы тақырыптың соңында мен сіздермен керемет бір осы тақырыпқа байланысты сыйлықпен бөлісемін. Өздеріңізге 100% пайдалы. Екінші рет ребустарға байланысты сұрақтарға точка қоясыз. Ондықтан сабақтың соңына дейін қатысуға тырысыңыз, міндетті түрде. Үй жұмыстарымен бірге керемет бір сыйлық бар. Енді күнделікті үй жұмыстардың талдау қай жерде өтеді? Бізде үй жұмыстар бойынша талдаулар телеграм каналда өтеді. Телеграм канал міне жаққа қойып қойдым. Міне телеграм канал. Телеграм канал, телеграм группа бар. Сол жерде кірсеңіздер болады, толық ақпарат алуға болады. Және міндетті түрде YouTube каналға тіркеліп алыңыздар. Біз тақырыптарды күнделікті осы жерде талдаймыз. Егер жеке сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp өтсеңіз жеткілікті. Instagram парақшаны қолданатын болсаңыздар, тіркеліп. Так, математикалық ребустар бізде анау қазақ тілдегі әдебиеттегі сияқты ребустар емес. Бұл жерде цифрлармен санға байланысты. Сондықтан ребустарды біз шатастырмайық, ребус деп аталады бұл да, бірақ бұл математикалық ребус емес. Бұны мен қарастырмаймыз біз бүгін тақырыпта. Біздің қарастыратын тақырыбымыз бізде жалпы жұлдызшалы және әріптік ребустар ретінде қарастырамыз. Енді бұл ребустарға тақырыбына бастамас бұрын бізде ең маңызды тақырыптар бар. Сан және цифр деген. Біз осы екеуінің ара-жігін анықтап алайық. Так, бізде сан деген ұғым бар, және цифр деген ұғым бар. Қараңыздар, сан және цифр. Сан дегеніміз бізде ол шексіз, яғни бірден бастап барға кете береді. Ал цифр дегеніміз бізде ол шектеулі. Математикада өзі 0-ден 9-ға дейін, яғни 0, 1, 2, 3, сол сияқты 9-ға дейін бізде 10 цифр бар өзі. 10 цифр. Біз осы цифрларды пайдаланамыз. Яғни математикалық ребустарда біз осы 10 цифр дегенде пайдаланамыз. Ол мейлі жұлдызшалы ребус болсын, мейлі әріптік ребус болсын, бәрібір біз пайдаланатынымыз осы 10 цифр. Енді біз қазір жұлдызшалы ребус пен әріптік ребустың арасындағы айырмашылықты және қандай жағдайда көңіл бөлу керек, қайсысын шығарған кезде соларды біз жеке-жеке тоқталамыз. Бұл үшін біз келесі есепке нақты өтейік. Енді бірінші жұлдызшалы ребустарды мен бастамас бұрын, жұлдызшалы ребустардан неге көңіл бөлу керек екенін айтып кетейін. Жұлдызшалы ребустарда қараңыздар. Бір жұлдызша бір ғана цифрді құрайды, яғни бір жұлдызша тек қана бір цифр. Ал егер екі жұлдызша қатар тұратын болса, ол екі цифр деген сөз, яғни қатарынан мындай болатын болса, ол біз екі таң болсан, үш цифр болатын, үш таң болсан солай. Бірақ бұл жерде бір нәрсені жасауға болмайды. Енді экран. Жұлдызшалы ребустарда жасамайтын бір ақ нәрсе бар, ол бізде
ең жоғарғы разрядқа ешқашан нөл қоюға болмайды. Мысалы, мен мынандай екі таңба алсам да нөл бір деп алмаймын. Болмайды. Өйткені ең жоғарғы разрядта нөлге тең болмайды. Және мына екі цифр бірдей болуы да мүмкін. Бір, бір, екі, үш, немесе төрт пен бес деген сияқты. Осындай қарапайым бірнеше ережесі бар. Ал қалғандары бізде негізгі цифрларды қолданамыз. Енді жұлдызшаның орнына сәйкес келетін цифрларды орналастыр дейді. Бұл қосуға байланысты. Так, екіге қандай санды қосамыз, мына жерде білмейміз. Бірақ мына жерде көрініп тұр, жетіге нөлді қосқанда 8 шығып тұр. Яғни мына жерде ойда бір бар деген сөз ғой. Онда екіге қандай да бір санды қоссақ, ол бізде екі таңбалы сан болу керек. Бұл қандай болуы мүмкін? 9 болуы мүмкін, немесе 8 болуы мүмкін, иә? Мысалы, 8-ді қоятын болсақ, онда мынау 10 болады да, 0-ін жазамыз, бір ойда кетті. Арғайын, мынау бізде 11 шығып тұр. Енді басқа шығуы мүмкін емес. Мына жерде 11 шығатын болса, онда 8-дің өзі, мына жақта менде қандай санды аламын? 9 бен 2-ні алуы мүмкін. Бұл тек қана бір ғана вариантын көрсетіп жатырмын. Бұл жерде бірнеше вариант бар, 11-ге тең болады. 5 пен 6-ны алсаңыз болады. Ары қарай тағы қандай? 7 мен 4 алсаңыз болады. Бірақ бұл жерде ең басты шарт орындалса болғаны. Бағана ғана айттым ғой, мен жұлдызшалы ребустарда бізде екі жұлдызшаның мәні бірдей болса да, әртүрлі болса да болады. Ең бастысы мынау ең жоғарғы разрядтар менде нөлге тең болып қалмаса болған. Екіншісі, азайту. 5-тен 7-ні азайтсақ, азайтылмайды. Біз мынадан біреуін қарыз аламыз. 15-тен 7, мынау онда 8 болады деген сөз. Енді мына жақта ойдағы саннан 5 азайтқан 8 қалды. Онда мына жерде қанша болуы мүмкін? 8 қалу үшін бізде нешеу 7 болады. Онда мына жерде неше деген сөз? 8-дің өзі. Өйткені 8-дің өзін біз алып кетеміз. 1 минут. 1 минут, мына жерде сәл қателестім мен. Мына белгісіз саннан 5 азайтқанда 8 қалу керек. Ол қандай сан болуы мүмкін? Жақсы, 13, 13 келсем. Онда мына жерде неше? 4 болады деген сөз ғой. 4 болатын болса бізде біреу мынаған бердік 15-ке, сонда 13-тен 5 азайтамыз 8, 9-дан нешені азайтамыз? 7-ні азайтамыз 2, болды. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ жұлдызшалы ребустарда. Бір атқан ереже бағанағыдай. Бір жұлдызша, бір ғана цифр, екі жұлдызшаға тартылса, екі таңбалы сан, ал ең жоғарғы разряд нөлге тең болмайды. Болды. Осы ережелер. Басқа күрделі ереже жоқ бізде. Ары қарай көбейтуге байланысты біреуін шығара салайық. Так, 3-ке көбейту кестесі бұл жерде. 3-ті нешеге көбейтеміз бұл жерде? Так, ең жоғарғысын қарайтын болсақ, 2 шығып тұр деген сөз, сонда мына жерде қандай сан болуы мүмкін? Мұнда 2-де болса, онда мына 1 деген сөз, е? 2-ні 3-ке көбейтсек 6, мына 2-ні 2-ке көбейтсек 4 болды. Примерно бірінші тәсіл осылай. Бұл жерде бірнеше нұсқа болуы да мүмкін. Бірақ тағы да қайталап айтамын, жұлдызшалы ребустарда ең жоғарғы разряд нөлге тең болмайды, және бір жұлдызша тек қана бір ғана цифрға тең болды. Ол цифрлар бізде 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифрдің барлығын қоюға болады. Жақсы әріптестер, түсінікті ғой, иә? Бұл бізде жұлдызшалы ребустарға байланысты. Бұған енді мен көп уақытымды арнағым келіп тұрған жоқ, себебі бұл қатты бір күрделі емес. Бұл негізінен бірінші сыныптарда да бар, екінші сыныптардың математикасында да бар, қарапайым тапсырмаларда. Сондықтан бұған мен уақытымды арнамай ақ қояйын. Келесі негізгі тақырыбымызға өтіп кетейік. Енді әріпті ребустарға байланысты. Әріпті ребустарда тура бағана жұлдызшалы ребустың негізгі ережелері сақталады, бірақ жұлдызшалы ребустарда мынадай бірнеше ереже бар. Біріншісі, 0-ден 9-ға дейінгі әрине 10 цифрды қолданамыз міндетті түрде. Екіншісі, ең жоғарғы разряд бізге тағы да 0-ге тең болмайды. Мысалы, мен А, Б, С деген 3 таңбалы санды алсам, мынау А-ның мәні 0-ге тең емес. Ешқашан. Сосын үшіншісінде, бір әріп тек қана бір цифрға тең. Ал бір әріп екі цифрға тең болмайды. Бір әріп тек қана бір ғана цифр. Төртінші, бірдей әріптер, мысалы, бірдей әріптер, бірдей цифрларға тең, ал әртүрлі әріптер әртүрлі цифрға тең. Осындай бір 3-4 ереже бар, соны сақтауымыз керек. Әрине, қазір мен оны ауыз жүзінде айтқаннан көрі, сіздермен практикада жүзінде жасағаным дұрыс. Сондықтан мен бірден есептерге өтіп кетейін, иә?
яғни осы негізгі төрт ереже. Ең басты алтын ережесі жаңағы бірдей цифрлар, бірдей әріптер, бірдей цифрлар болады. Әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең. Бір әріп бір ғана цифрға тең. Бұл бірінші тапсырмадан бастайық. Бірінші өздеріңіз шығарып көріңіздер, қалай шығаруға болатынын. Сосын ары қарай көреміз. 1 минут уақыт беремін сіздерге. Шығарып маған комментарийға жіберіңіздер. Жақсы, жақсы. Комментарий бөліміне жібереміз. Чатқа жазғанда көп жағдайда көрінбей қалуы мүмкін, сондықтан комментарий бөліміне жазсаңыздар болды. Жақсы, бірінші тапсырмадан бастайық, иә? АБ тең болады АБ қосқан кезде де СА6 деген өрнек шыққан, пайда болған. Бізге енді табу керек А-ның мәні қанша, Б-ның мәні қанша, С-ның мәні қанша. Бұл жерде негізі күрделі тапсырма емес сияқты. Жақсы, әріптестер, көрейік, қалай ары қарай жалғастырамыз. Так, 6-ға тең болды. Онда бұл жерде B-ның мәні неше болуы мүмкін? Біз мүмкін болатын нұсқаларды қарастырайықшы. B-ның мәні менде 3 болуы мүмкін, иә? Тағы қандай? 16 болса 8 болуы мүмкін. 26 болса 13 болуы мүмкін деп жазсақ, ол қате. Сондықтан мына екі тәсілдің біреуі ғана. А-ның мәні қандай болуы мүмкін? А-ны А-ға қосқанда қайтадан А және С деген екі таңбалсан шығып тұр ғой, иә? Так, онда қалай есептейміз? Егер мына жоқ болған жағдайда біз оны 0 деп алсақ, алуымыз мүмкін еді, бірақ бұл жерде 0 болмайды. Өйткені ол ең жоғарғы разряд, иә? Ең жоғарғы разряд болғандықтан ол 0-ге теңейміз. Жақсы, әріптестер, мен микрофонды ұмытып кеттім. Енді естілді ме дауыс? Көрдім. Жақсы. Так, онда бұл жерде менде ойда бір болатындай жағдайды қарастыруымыз керек екен, иә? Онда бұл жерде 3 болмайды деген сөз. Онда мынаны мен 8 деп алып қояйын. 8 болса, 16, бір ойда. Так, бір ойдағыны қосқанда қайтадан өзі шығатындай қандай сан бар бізде цифрлар? Жақсы, дұрыс келсем, 9 болады, иә? 9 болса бізде 18 ойдағы мен 19. Болды, 196, иә? Түсініңіздер ғой, иә? Бізде 9-дан басқа мүмкіндік жоқ сияқты. 4 алатын болсақ, келмейді ол, 3 болған жағдайда. Жақсы, келесі көбейтуді қарайық. Так, 7-ге қандай сан B-ны көбейткен кезде 8 шығып тұр. Бұл бізде 7-ның көбейту кестесін есімізге түсіретін болсақ, бізде так, 7-ның көбейту кестесінде 48-бен аяқталатын бар ма бізде? Подсказка айтыңыздар. Комментарийға жазамыз. 7-ге қандай санды көбейтсек? Так, 18 болмайды. 28. 28 бар ғой. 4 28, иә? 4 28, 2 ойда. Так, 7-ге мына жердегі санды көбейтіп, ойдағы 2-ні қосқанда С бір таңбалсан шығады. Вот, мына жерде ойлаймыз. 2-ні қоятын болсақ, бізде ол 2 таңбалсан болып кетеді, иә? Онда бұл жерде тек қана бір вариант бар, 1. 7-ге 1-ді көбейтеміз. 7 ойдағы 2-ні қоссақ, бізде 98. Сонда 14 пен 7-нің көбейтіндісі болып тұр ғой. Тамаша, әдемі есеп. Бұл жерде ең бастысы нені ескеріп жатырмыз? Бірдей әріптер, бірдей цифрлар, ал әртүрлі әріптер, әртүрлі цифрлар. Мына жерде А-ның орнына 1-ді алып, мен Б-ның орнына тағы да 1-ді қоя алмаймын. Ондай жағдай болмайды мен. Кеттік ары қарай. Келесі. Ол келесі енді қосумен көбейтуге байланысты. Б-ның мәнін, А-ның мәнін, С-ның мәнін табу керек. Так, қарастырайық. Б-ға 7-ні қоссақ 2 болады дейді. Так, бұл енді
12 деген сөз ғой, онда бұның мәні бізде неше болады? 5 болады, иә? Бұның мәнін 5 деп аламыз. Яғни b тең 5. Келесі 5-ке 7-ні қоссақ, ол бізде 12, мына жерде 1 ойда. 6-ға с-ны қосамыз, оған ойдағы 1-ді қосамыз, барлығы бізде 3 шығу керек. 3 шықпайды, бұл жерде 13 шығу керек қой, иә? Сонда бізде 7, мынау 6 ма сонда? Әне көрейік, 6-ға 6, 12, 13. Онда бұл жердегі с-ның мәні 6 болады деген сөз. Ойдағы 1 мен 13, 1 ойда тағы. Енді бұл жерде бір таңбалы сандардың қосындысы 20-дан артық болып кетуі мүмкіндігі өте төмен. Сондықтан біз не істейміз? А мен 5-тің қосындысы ол 13 екенін бірден табуға болады. д-ның мәні 13. д-ның мәні 13. 1 д-ның мәні. Онда а-ның мәні қанша болады бізде? 5-ке 6, 7 бола ма? 8, 13, дұрыс 7 болады. Онда мына жерде а-ның мәні кем болады? 7 болады деген сөз. Сонда берілген өрнек 765, 567 және 1332-ге тең болады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Әріптестер, мен әдейі оңай тәсілден бастап жатырмыз, сіздерге түсінікті болсын деп. Міндетті түрде осы оңай тәсілден бастапқы деңгейден қиын деңгейге қарай көшуіміз керек міндетті түрде. Келесі 6-ға с-ны көбейтсек 4 болады дейді. 6-ны көбейту кестесінде бізде 4 пен әрине 4-тің өзі, иә? Ондан бері с-ның мәні 4-ке тең. 6, 4, 24. 4-ін жазамыз, 2-сі ойда. Келесі 10-ға тең болатын жағдай 6-ға көбейткен кезде 2-ні қосқанда. Ойдағы 2-ні қоссақ 0 мен аяқталсын шығу керек. 10 бола ма? 10 болмайды. 20. 20 болады екен ғой. 20-ны қойсақ 6-ға 3-ті көбейтеді екенбіз онда. 6-ға 3-ті көбейтсек 18, ойдағы 2-ні қоссақ 20, 2 ойда. Сонда бұның мәні бізде 3-ке тең. 6-ға а-ны көбейтіп, ойдағы 2-ні қосқанда 14, 24, 34 шығу керек. 14 шығып тұрған. 14 шығып тұр ғой, иә. Онда а-ның мәні нешеге тең болатын жерде? А-ның мәні 2-ге тең болады, 6-ны 2-ге көбейтсек 10, 2, ойдағы мен 14. Д-ның мәні бізде 1-ге тең. А-ның мәні 2-ге тең. Байқадыңыздар ма? А-ның мәні 2, с-ның мәні 4, б-ның мәні 3, д-ның мәні 1. Яғни 4 әртүрлі әріп 4 түрлі цифр қойып жатырмыз. Яғни бағанағы ереже бойынша бірден орындалып жатыр деген сөз. Жақсы, келесі тапсырма өтейік. Келесі. Тікелей эфирде отырған шұбат жетім болдық. Қазір ұйықтап қалсам айтасыздар енді. Жақсы, келесі тапсырма. А, Б, С 4, 13-ке көбейтсек 5, А, Б, С деген 4 таңбалы сан шығады дейді. Енді бірден талдау жасайық. Бұл жерде ең бастысы талдау жасау өте маңызды. 3-ке 4-ті көбейтсек бізде 12, 2-сін жазамыз, 1 ойда. Нейді байқадыңыздар ма? С-ның мәні бұл жерде 2 болып тұр, 2 ойда, бірақ жазайын. 1 ойда екен ғой. Кешірмедім. 1 ойда. Бірақ енді с-ның мәні біз 2 деп алдық қой. Онда мына с-ның мәні 2-ге тең. Яғни 3-ті 2-ге көбейтемін. 6, ойдағы мен 7. Мынау бізде 7-ге тең. Бұның мәні. Ары қарай, бұның орнында уже 7 екенін білемін. 3-ті 7-ге көбейтсек бізде 21. 1-ін жазамын, 2-сі ойда. Енді а-ның мәні қанша? А-ның мәні уже 1 деп алып қойдық. Орнына қойсақ 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3 ойдағы мен 5-іне шығып тұр. Болды. Енді қарапайым тапсырмалар. Бірақ бұл жерден не үшін алып отырмыз бұл тапсырмалар? Себебі ребустарды түсіндіру үшін міндетті түрде осындай қарапайым тапсырмалардан бастаған дұрысырақ. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі тапсырма.
Келесі бізде сәл сіздерге дұрыс көрінбей тұрған сияқты, иә, мен мына жаққа қосымша жазайын. АБ деген екі таңбалы сан, оған АБ деген екі таңбалы санды қосамыз, оған АБ деген екі таңбалы санды қосамыз, тең болады. С деген үш таңбалы сан шығу керек. Қандай мәндері бар және неше түрлі тәсілмен шығаруға болады? Ал кеттік, комментарийға жазамыз. Жақсы, әріптестер, әртүрлі жауаптар кетіп жатыр. Бұл жерде енді келсем екі түрлі тәсіл бар. Бұл жерде үшеу болуы да мүмкін дейді. Қазір жазып көріңіздер, үш тәсіл қайсысы ол. Енді қараңыздар, бұл жерде бірден алып ұрып кез келген цифрды қоя берудің қажеті жоқ. Бұл жерде оңай шығарудың тәсілі бар. Байқасаңыздар, мынау С. Бұл бізде неге тең болып тұр? Мынау АБ деген санды үшке көбейткенге тең болып тұр ғой. Байқадыңыздар ғой, иә? Енді бұл жерде С қандай болуы мүмкін? С бізде 111 болуы мүмкін, 222 болуы мүмкін, 333 болуы мүмкін, ара кете береді. Енді 111 болатын болса, онда С-ның мәнін үшке бөлеміз, бұл жерде қаншаға тең болады? 111 үшке бөліп жасақ. Бізде әртүрлі жауап кетіп жатыр. Жақсы, келсем, иә, 37. Онда АБ-ның мәні 37 бізде. Келесі 222-ні үшке бөлетін болса қанша болады? Әрине, екі жауапты бірдей жіберіп жатқан әріптестер бар, келсем. 74, иә. 74. 333-ке бөлетін болсақ, бізде 111. Біз міндерден бастап тоқтатамыз, жарға керек емес. Бізге керек осы екеу. Онда бізде екі түрлі жауап бар екен. Бұл жердегі А-ның мәні 3, Б-ның мәні 7. Оны 3 рет қосатын болсақ, міне 37 тең болады 111. Яғни А-ның мәні 3 болады, Б-ның мәні 7 болады, ал С-ның мәні 1 болады. Болды, бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл қандай? Екінші тәсіл бізде ол 74. 74 қосылған 74 тең болады 74 тең болады 222. Есеп шығып тұр. Бір қарағанда күрделі тапсырма сияқты, бірақ сәл ойланып жүрсек қиын емес. Ешқандай ребустың тәсілдеріне қолданбай шығара салуға болады екен. Кеттік, келесі тапсырма. Келесі. Бұндай тапсырмалар байқасаңыздар, олимпиадаларда өте көп кездеседі, иә? Әсіресе республикалық деңгейде өтетін, бастауыш мұғалімдеріне арналған болсын, оқушыларына арналған, немесе 5-6 сыныптың дарынды балалар мектептердің емтихан тапсырмаларын қарасаңыздар, бәрінде осындай тапсырмалар жеткілікті көп кездеседі. Сондықтан осыған ұқсас тапсырмаларды міндетті түрде қарастырмаңыздар. Келесі бізде мына есепті талдап көрейік. Жауабын жібере беріңіздер, егер сіздерде шыққан болса. Т-ның мәні бізде қандай болуы мүмкін? 6 шығу үшін біз талдау жасап көрейік. Қазір Т-ның мәні менде, мен қызыл түс алсам сіздерге жақсы көрінетін сияқты. Қара түс сонымен сәйкес кетеді екен. Т-ның мәні бізде 9 болуы мүмкін, иә? Өйткені 4-ке 9-ды көбейтсек 36. Т-ның мәні 9 болуы мүмкін. Тағы қандай болуы мүмкін? 26 жоқ, болмайды, 4-ке бөлінбей қалады. 36 болады, 46 болады, 56. 56-ны қоятын болсақ, біз екі таңбалы сан шығып кетеді ғой, мұнда болмайды. Т-ның мәні бізде бір таңбалы сан болу керек. 16. 16 болуы да мүмкін. Т-ның мәні 4 болуы мүмкін, иә? Т-ның мәні. 4, 16. 16 болады екен, 26 болмайды. 36 болады. 56 бізде ол екі таңбалы сан шығып кетеді, сондықтан болмайды. Біз қазір 4 пен 9-ның біреуін ғана қарастырамыз. Бізде ойда үшеуін қосқан кезде бір орында. Мына жерге қарасаңыздар, міне, үшеуін қосқанда 10 немесе 20 ғой. Бұл жерде ойда бір бар немесе екі бар, иә?
Аның мәні бір екенін түсіну қиын емес. Аның мәні бір. Нөл болмайды себебі. Так, бұның мәнін уже ойда бір бар деп алатын болсақ, так, ойда бір бар болса, бізде мынау нешеге тең болады? 2 тең болады бұның мәні. Так, бұның мәні біз онда неше деп алайық? 4 деп алсақ, так, 4 деп алып көрейікші жақсы. Бұның мәні 16 бір ойда. Онда саның мәні 3 болады, иә? 3. Мына жақта бізде 9, 10, 0 бір ойда. Болды, шықты ғой. Сонда бізде біріншісі 4 болады, екіншісі 34 болады, келесі 234 болады, келесі 1234 болады. Барлығын қосатын болсақ, 1506 деген судан шығып отыр. Болды, есеп шықты. Әркесе түсінікті ғой, иә? Өте жақсы. Бұл жерде енді талдау жасау өте маңызды. Талдау жасағанда бірінші не істейсіз? Көп қайталанып тұрған әріптерден бастасаңыз оңайырақ болады. Және ең басты ескеретін жағдай бірдей әріптер, бірдей цифрлар, ал әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең екенін міндетті түрде ескеру қажет. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі. Келесі керемет тапсырма. Так, екі таңбалы саннан 3 қосатын А, Б, Б, С, С, А тең болады А, Б, С шығады дейді. Әріптестер, былай жатсақ, мына тапсырманы мен енді алдыңғы сабақта, алдыңғы есептерде осыған ұқсас тапсырмаларды жасадық, сондықтан мына бізде үй жұмысына берілетін бірінші тапсырма болсын. Үй жұмысына жасаймыз. Скрин жасап алыңыздар, немесе жазып алсаңыздар болады дәптерлеріңізге. Үй жұмысы. Бірінші тапсырма. Так, келесі тапсырманы көрейік, талдау жасаймыз. Бұл енді сәл күрделірек тапсырмалары, яғни С деңгейінің, Б деңгейінен жоғары тапсырмалар. Бұны талдаймыз міндетті түрде. Так, порт тең болады торт шығу керек. Қандай сан болуы мүмкін енді? Қарастырып көріңіздер. Q-ның мәні қанша болады бұл жерде? Q-ның мәні қанша болады? Қалай талдау жасаймыз? Соны қазір қарастырайық. Қараңыздар, бұл жерде есеп шығармас бұрын талдау жасау өте маңызды. Енді неден бастайын? Бұл жерде мен қазір бастағым келіп отырғаны Q-ның мәнінен. Ең бірінші. Q-ның мәнін қарасаңыздар, үшеуін қоссақ бізде Q-ның өзі бір таңбалы сан шығып тұр, иә? Онда Q-ның мәні бізде 1 болуы мүмкін. Міндетті түрде. 2 болуы мүмкін. 3 бола ма бізде? Егер ойдағы жоқ болса 3 болады, 4 болмайды. Онда бізде Q-ның мүмкін мәндері 4 болатын болса, біз 2 таңбалы сан шығып кетті, сол үшін. Бұл жерде енді 3 дегенде сұрақ, егер бұл жерде ойда 1 бар болатын болса, онда алмаймыз. Сонда мүмкін болатын мәндер, менде Q-ның мәні 1 мен 2 ғой. Нақты айтылатынымыз. Осылар қойылуға болады. 3-ті қойылуы да мүмкін. Енді бізде келесі екінші талдау жасаймыз оның мәніне. Оның мәні 0 деген сөз емес. Егер үшеуін қосқан кезде қайтадан өзі шығатын болса, егер ойда сан жоқ болатын болса, ол 5 болуы мүмкін. Егер ойда сан жоқ болса, иә? Так, ойда сан болмаған жағдайда ол 5 болады. Тағы қандай сан болуы мүмкін? 0-дің өзі болуы мүмкін, иә? Ойда сан жоқ болған жағдайда. Егер ойда 1 бар болатын болса, қандай санды қойып болады тағы да? 3-ті қоя алмаймыз, 4 жоқ. Так. Өз шығу үшін 4-ті қойсақ. 4-ті қоятын болсақ, 12, ойда 2 болу керек. Егер 4 болады, ойда 2 болған жағдайда. Өйткені 4-ті 3 рет қосатын болса 12, ойдағы 2 қоссақ 14. 4 қайдан шығады. Тағы қандай болуы мүмкін? Оның мәні. 5 болмайды, 6. Жоқ, 6 болмайды. 7. 8. Жоқ. 9 болатын болса. 9 болу үшін бізде 27, ойда 2 болу. 9 болу үшін ойда 2 болу керек.
Мгм. Онда п-ның мәнін қанша деп аламыз бұл жерде? Яғни біз қазір о мен п-ның, р-ның мәнін бірге қарастырып отырмыз ғой, бір сөзбен айтқан кезде. Так, р қанша болуы мүмкін тағы да? Так, р-ны біз қазір онда, давайте 9 деп алып көрейік. 9 деп алатын болсақ, бізде ойда 2 шығу керек. Онда мына үшеуінің қосындысымен де 20-дан көп сан болу керек. Жақсы. Мынаны 9 деп алып көрейікші онда. Бірақ ойда 2 болу керек менде. Өйткені 3, 9, 27, 29. 9 жазылады, 2 ойда. Мына онда 4 болады деп алайық. 4 болса бізде 13, 10, 14 болады, иә? Так, мен дауысымды мен бермей қалдым микрофонды. Так, мына жер онда 12, 13, 14, 4-ін жазамыз, бір ойда болады. Так, онда т-ның мәні қанша болуы мүмкін? Т-ның максимум болатын мәні бізде 7 болуы мүмкін ғой, т-ның мәні. Так, мына 7 болатын болса, 21, о, бірін жазамыз, 2 ойда. Дұрыс қой, иә? 2 ойда шығып тұр. Енді т-ның мәні 7 болатын болса, онда мына п-лардың мәні қанша болады? Ура, шықты, шықты. Дұрыс екен, иә. Сонда бізде т-ның мәні 7, мына жерде 21, к-ның мәні 1 болады бізде. Бірін жазамыз 2 ойда, мына 9 болатын болса 27, ойда 2-ні қоссақ 29, 2 ойда, 4-ті қосатын болса 12, 14, 1 ойда, так, 2, 6, 7, болды, шықты. Сонда бізде берілген санымыз 2497, 2497, 2497. Қосатын болсақ, бізде 7491 шығады. Жақсы әріптестер, осы жерде бір ғана тәсіл, бұл міндетті түрде осы басқа тәсілді қарастыру қиын. Неге 9 бен 4-дің орнын ауыстырмадық деген сұрақ болып жатыр. Оны ауыстыруға болмайды. Қазір ауыстыратын болсақ, бізде ана жақта 2 ойдағы сан болып кетеді ғой. Сондықтан бізде ол орын болмай қалады. Ең соңғы сан бізде орнына келмейді. Сол себепті соны алып отырмыз. Жақсы. Сұрақтарыңыз жоқ па? Басқа тәсіл болуы мүмкін ба дейді. Жоқ, бұл есепте бір-ақ тәсіл бар. Өйткені бізде бірдей цифрлар, бірдей әріптер, ал әртүрлі әріптер әртүрлі цифрларға тең. Бағана мен айтқан алтын ереже бойынша. Келесі тапсырмаға өте берейік онда. Келесі бізде күнделікті біз ішіп жүрген энергетик сусын зиян екенін білеміз, бірақ ішеміз күнделікті. Тойда, үйде, қалада күнделікті қолданатын сусындарымыз неге ішуге болмайды. Өте зиян сусын. Кока-кола, вода. Енді бұл жерде талдау жасау маңызды, бағана ғана айттым. Талдау жасауымыз керек. Бірінші неден бастаймыз? Так, бірінші талдауды біз әрине К-дан бастаймыз, бағанағыдай. К-ның мәні 1 болуы мүмкін, бірақ бұл жерде қараңыздар, 2 рет қосылып тұр, иә? Яғни 4-тен балсан, өз-өзіне 2 рет қосылып тұр, сонда вода деген сөз шығып жатыр. К-ның мәні 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін, бірақ 5 болмайды. Өйткені 5 болса 2 таңбалы болып кетеді. Яғни менде К-ның мәні 1, 2, 3, 4. Енді А-ның мәні қандай болуы мүмкін екіншісі? А-ның мәні бізде 0 болу ықтималдығы өте жоғары. Өйткені А-ны А-ға қоссақ, ол өзі шығатын, ол тек қана 0. Яғни бұл жерде біз А-ның мәні 0 екенін автомат жазсақ та болады. Өйткені ол басқа әріп келмейді, сан келмейді, цифр келмейді. Үшіншісі, оның мәні. Оның мәнін біз бағана қарастырдық. Оның мәні ол 0 болуы мүмкін еді, бірақ біз А-ны 0 деп алдық, иә? Онда біз 0-ді қоя алмаймыз. Оның орнында не болуы мүмкін? Оның орнында бізде қосқанда өзі шығатын қандай сан бізде? 9 бағанағы біз қарастырған, иә? 9. 9-ға 9-ды қосатын болсақ, 18, ойдағы 1 мен 19 болу керек. Ойда 1 болған жағдайда. Егер 4 деп аламыз, ойдағы 2 болған жағдайда бұл жерде. Жоқ, бұл 4 болмайды. Қателесемін, 4-ті қоя алмаймыз. Өйткені ол 8 болып кетеді ғой. Сонда оның мәні 9 болатын сияқты ғой. 9, 9, ойдағы 2 болу керек. 1 болу керек. Онда мына екеуінің қосындысы бізде 2 таңбалы сан шығу керек, иә? К-ның мәні біз онда 1 деп алып көретін болсақ, 1 шықпайды.
үшті көрейік. Үш болсын, мынау үш болсын. Мынау қараңыздар, иә, мен сіздерге былай түсіндірейінші. Мынау к-ның орнына мен жеке қойып көрейінші. Бірді қойып көрейін, мысалы. Сіздерге түсінікті болсын, жақсы. К-ның орнына бірді қояйын. Мынау басқа түспен алайын, мүмкіндігінше, иә, түсінікті болу үшін. К-ның орнына бірді қоятын болса, мен мынау бір, мынау да бір болады, иә. Бір болатын болса, менде қараңыздар, иә, қайшылық қай жерден туындайды. К-ның орнына К мен Л-дің қосындысы менде бұл 10-нан көп сан шығу керек. Ал 10-нан көп сан шығу үшін, өйткені менде ойда бір бар ғой. 10-нан көп сан шығу үшін мен мынаған 9-ды қоямын, иә, Л-дің орнына. Бірақ мен 9-ды қойып қойдым ғой. Онда мен бірден мынау бірді алмаймын деген осыдан шығар. Бір керек емес екен бізге. Енді екіні қойып көрейік. Так, барлығын екіні қоямын. Мынау екі болсын, мынау екі болсын. Так, мынау 10 болу үшін менде 8 болу керек, келсем. Мынау 1 болды. 1 ойда, жақсы. К-ның орнында 2. Енді 2-2-ні қоссақ 5. Ойдағы 2-2 қоссақ 4, ойдағы 1 мен 5-ке тең. Яғни В-ның мәні бізде 5-ке тең. Ал К-ның мәні 2-ке тең болды. Мына жерде 0 ғой. Мына жер тағы да келмей қалды, байқадыңыздар ма? 2-ні 8-ге қосқан кезде ол 10 болмайды ғой. Өйткені 0-ді алып кеттік. Т-ның мәнін тағы да 0 болып қалды. Онда біз 2-ні болмайды, бірден көреміз. 2-ні қойға болмайды. Бізде екі түрлі мүмкіндік қалды. 3-ті қойға болады, немесе 4-ті қойға болады. Қарайық, бұл жерде 13-ті қойып көрейік. Мынау 3 болсын, мынау 3 болсын, мынау 3 болады. Мына жерге біз 0 болмас үшін нешені қоямыз оны? 8-ді қойып көрейік. 8-ді қойсақ бізде ол 11, 1 жазып 1 ойдан, мынау 7 болады. Өте жақсы, бұл шықты есебіміз. Онда бізде К-ның мәні 3 болады екен, яғни 3930 деген сан, ал мынау бізде 3980 деген сан. Қосатын болсақ бізде 7910. Яғни бұл жерде бірдей әріптер, бірдей цифрларға тең болып тұр, ешқандай әріп қайталанып тұрған жоқ. Әріптестер түсінікті ғой? Бұл жерде де бір ғана жауап бар, екінші жауап болуы мүмкін емес енді. Егер тапқан болсаңыздар, жазып жіберіңіздер. Жақсы. Так, ең басты, мен басында айтқанмын, сыйлықтарға байланысты. Енді бұл жерде маңызды сіздерге ақпарат. Егер қандай да бір ребустарға байланысты есептермен танысып, шешулермен нақты көргілеріңіз келсе, өздеріңізді математикада мыңнан астам ребустар бар. Сол жерде әріптік ребус, сандық ребус, суретке байланысты ребус, бүкіл rebus1.com деген сайтқа кіресіздер. Сол жерде 1000-ға жуық ребустар шешіммен дайын, тура сол жерде өзіңізге қажетті ақпаратты алып қолдана берсеңіз болады. Интернетте жүрген біраз ребустардың бар сол жерде. Сондықтан кіріңіз, қолданыңыз, өзіңізге пайдаланыңыз, оқушыларға беріңіз, немесе өзіңіз үйреніп көріңіз. Өте пайдалы сайт. Сондықтан сыйлық осы сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Міндетті түрде қолданыңыздар. Және бүгінгі сабақ осы араға дейін болсын. Барлықтарыңызды сабақтың соңына дейін көргеніме қуаныштымын. Значит, сіз бір нәрсе үйреніп жатырсыз, және оқушыңызды өзіңізді дайындауға белгілі бір білім жинап жатқаныңызды құттықтаймын. Және келесі сабақта кездескенше каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жақсы, келесі сабақта кездескенше сіздермен мен құттықтаспаймын. Сау болыңыздар.